Барлығыңызға сәлем достар. Сенімен бірге Самиғолла Али. Бүгін біз осындай динозаврлар қалай жоғалып кеткенін айтатын боламыз достар. 66 миллион лет назадта. До конца қараңыздар, лайктарыңызды басыңыздар и подписка. Достар, 66 миллион лет назадта динозаврлар өз-өздерін жердің бастығы деп санаған екен достар. Бірақ бір минутты өткен соң жерден астероид құлаған. Сосын барлық динозаврлар қашыға. Біріншісіне оқиғасы астероид бар емес пе? Бір астероидқа ұшып жатқан екен. Астероидта ұшып жүрген екен метеоритті де. Сол метеорит қозғалып кішкене өтпей қалыпты жерге. Сосын тағы бір астероид келіп еді, метеоритті итеру үшін. Қара, астероид кәдімгідей пулемет сияқты ұшып кетті де, бір метеоритке соғысып, метеоритті итеріп, сосын барып метеорит жерді кәдімгідей огромный взрывқа болғыздырған екен. Барлық динозаврлар қашып, балдарын алып, бірақ олар өліп қалған екен достар, жоғалып кетті. Тек қана олар ғалымдар оны зерттеп отыр достар. Динозаврлардың сүйектері, мысалы, баяда жоғалып кеткен динозаврлардың, динозаврлар жалпы T-Rex, мынау дегендер жердің кәдімгідей бастығы сияқты болған. Өз-өздерін кәдімгідей мықты санаған екен достар. Сосын кішкене 1 минут, 2 минут, 3 минутта болғанда қырық қалды. T-Rex, бірдене, шірдене, динозавр дегендер де, мегалодон дегендер, мегалодон қара алмайды енді. T-Rex дегендер қырық қалды аспаннан. Кәдімгідей Эверестпен бірдей астероид шығып жатқан екен достар. Бұл астероид Эверест болса, бір қала сияқты ғой Эверест, білесіздер ма? Эверестті. Сол легендарный Эверест сияқты ғой, бойы кәдімгідей пулемет сияқты ұшқан достар. Ё-майо. Ал сосын менде бір сұрақ бар. Сол бір астероид, астероид дейді, астероид, метеоритті дейді. Қалай астероид ұшып жатқан? Онда астероидті тағы бірдене итер жерген ғой. Сосын астероид метеоритке соғысқан. Метеорит жерге тимей қалған, бірақ екінші астероид метеоритті итер достар. Бұл сосын жерге қадалып түсті. Сосын ол жерде ауасы кішкене біртүрлі болған. Растущий ауама какой-то бойды өсіретін динозаврлар кішкене қауіпті. Қазірде динозаврлар көбінесе әтеш деп санайды ғой достар. Дейді мұнаулар бар емес пе, білесіздер ма достар? Сол әтеш санайды екен. Жалпы әтеш баяғы назатта T-Rex дегендер, динозавр дегендер эволюция болған ғой. Әтешке айналған 2025 баядан бері әтешке айналған ғой. Тек қана миллион лет назатта олар динозавр болған. Сосын 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, бірдене, шірдене дегендерді өте әтеш болып кеткен ғой достар. Бұл өте көп жыл жалпы. Ол океанда жалпы мегалодон бірдене құйрығы шошайтып тұратын ба, акуланың өзі башнямен бірдей ма, білмеймін, еблан болып кеткен. Сол жер ауасы андай ғой, сосын океанда аш қалмайды олар. Өйткені жануарлар бар ғой, ол жануарлар бар емес пе? Мегалодон дегендер. Мегалодон кішкене 10 мың порция жейді ғой достар, білесіздер ма? 10 мың, 100 мыңды білмеймін, 10 мың, 100 мың ғой. Сондай порция жейді екен, тамақтары сондай екен. Әйтпесе олардың қарындары аш болып қалып, ол шыдамай жоғалып кетеді екен достар. Бұл өте сұмдық қой, ебать. 10 мың порция, адам жалпы неше порция жейді негізінде? Білмеймін, жалпы адам көп жемейді ғой, мегалодондар сияқты. Мегалодон жалпы андай ғой, оны тоны 50 тонға дейін келеді жалпы. Достар, 50 тон.
Бұл невозможно, достар, невозможно деп айтуға болмайды соны, ё-моё. Сол, невозможно емес, сол, короче. Ебать! Пиздец. Короче, мегалодон дегендер. Жалпы астероид кім-кімді итерген, неге итерді ол? Сондай сұрақтар бар, достар. Бұны комментарий жазып кетсеңіздер болады. Короче, бұны ешкім білмейтін болады. Білмеймін, мен де білмеймін ол, короче. Или ғалымдар білет, просто айтпай жүрген сияқты. Жалпы мегалодон бұл современный жылға түссе, адамдардың жылына түссе, океанда мегалодон пайда болса, андай қайық дегенді жүреді ғой, қайықтарды аямай сындырады. Сол біреу записать етіп алып, ана ғалымдар көріп қалса, ана мегалодон ұстап алады, сосын неге қамақ қою мүмкін. Жалпы мамонт дегендер бар емес пе? 100 000 лет назадта ма, білмеймін наху бля. Короче, Антарктидада өмір сүрген екен мамонт дегендер. Мамонттың қалың жүніне ыстық далада жүрсе, бұл болмайды екен. Өйткені ол ұстап кетеді. Оның жүні примерно кәндей носорогтан болса ғой. Носорог жалпы эволюция жасалған ғой. Баяда мамонт болған, сосын эволюция қазіргі современный времяға уже андай носорог болып кеткен, достар, ё-моё. Сол да жалпы мамонт деген ең үлкен зат ғой. Мамонт это, короче, герой ғой, еба, апалдай ғой мамонт деген. Жалпы мамонтқа прикол ұстап көрмеңдер, ё-моё. Қазір ол жоқ қой, 2026 дегендерде. Өткен олар аяғы заманда болған, сол 2026 дегендер жоқ қазір олар. Бір скрывающий сүйектер бар, олардың ледяной стены ма, короче, білмеймін, сол жерлерді скрывать еткен ба, или Антарктидадан жер астында ма, короче, сүйектер қалып қойған екен, мамонттарын баяда жоғалып кеткенде, аштықтан қалғанда, ана метеорит қояды ғой, астероид. Қатты метеорит пулеметтің скоростына бірдей. Эверест жақта. Эверест, достар, жердің ең үлкен тауымен бірдей. Ана астероид. Даже одан үлкен сияқты. Ё-моё. Марстан енді, Марстың тауынан енді 2 есе құттық сияқты, достар. Өйткені ол Эвересттен үлкен ғой, Марс. Бұл рекорд Марстікі. Жалпы, достар. Динозаврлар негізіне биту керек еді, достар. Короче, тығып қалу керек еді, бір жердің астына ма. Андай кішкене ақылды болғанда, сондай ақылды болғанда, короче, андай құрастырып алатын еді. Ту тастың астында тығып қалатын еді. Бірақ тастың өзін қайратады, ана астероид тастан миллион есері. Сосын ана ауа де, ауа. 2026-ның ауасы енді күшті ғой. Қазіргі ауалар уже күшті кәнде. Демаласы ол просто мусордан атпайды адамдар. Ал анда адамдар сол жылы өмір сүрсе, бұл адамдар шыда алмай, 20 секундқа шыда алмайды екен. Өйткені оның ауасы біртүрлі екен, достар, ё-моё. Сол үшін адамдар ол жерде создать етілмеген. Бірінші динозавр эволюция бірдене жалпы. Адамдар бірінші эволюция шимпанзини болған ба, не кеткен, короче, білмеймін, сөйтіп айтады, тиктокта хуйня, короче. Шимпанзини, эволюция, человек. Білмеймін, короче, маймылдың түріне ұқсай ма, какой-то, достар. Шимпанзини, бананини, ва, банануджи, манки, сучи деген сияқты ғой, достар, ё-моё. Короче, бұл сұмдық қой, достар, ё-моё. Қараңыздар, аспанға қарап қалдыңдар, мысалы. Апалда астероид келеді. Мына картамен бірдей. Жоқ, картадан үлкен ғой, жалпы. Астероид келеді. Короче, нағыл деп айтатын едіңіздер, короче, комментария жазып кетіңіздер, ё-моё. Құдай сақтасын, болмасын, ондай астероид құламасын жерге. Короче, сол. Короче, екінші серияда айтатын болам, тағы сонда динозаврлар қалай пайда болғанын, қалай эволюция жасағанын, жалпы олар суда өмір сүрген ғой, бірінші эволюция. Сосын андай динозаврға айналған, сосын әтешке айналған, сосын сөйте берген ғой. Ал сосын
уже 3000 жылы не қандай жануарға айналады екен? Адамға айналып кетпесін просто. Ё-моё, достар. Сіздермен бірге Самиғұл Али, ал давайте салыңыздар лайк пен подписка және сосын мен түсіретін боламын екінші часты, серияны, бөлімді. Сосын мен қызықты ақпараттарды айтатын боламын, қалай динозаврлар пайда болған. Мен бұл бірінші серияда былай айтқанмын. Қалай динозаврлар жоғалып кеткен, достар. Ал екінші серияда қалай динозаврлар пайда болған. Сіздермен бірге Самиғұл Али. Короче, давайте, лайк пен подписка ұмытпаңыздар.